Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Қойшыбаева Айнагүл Омаровна, тарих пәнінің мұғалімі. Бүгін біз сабақта мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі тақырыбын өтеміз. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының тарихи негіздерін, өзегін, бастауларын анықтаймыз. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының құндылықтарын түсіндіреміз. Отандық және халықаралық тәжірибе көрсеткендей, 21 ғасырдың басында елді біріктіруде алаш идеясы маңызды рөл атқарды. Ал кеңес үкіметі тұсында жарқын коммунистік болашақ құру идеясы салтанат құрды. Кеңес одағы ыдырап, Қазақстан тәуелсіздік алған тұста жаңа мемлекеттік идеологияны анықтау күн тәртібіндегі басты мәселе болды. Қазақстан қоғамы көп ұлтты, көп конфессиялы. Ендеше осы ерекшеліктерді ескере отырып, саяси, конфессияаралық, мәдени қайшылықтарға жол бермейтіндей, халыққа біртұтас идея, алға өрлейтін бағыт қажет. Ұлттық идея этникалық, діни, тілдік тегіне, саяси көзқарасына қарамастан, ұлттық құндылықтар арқылы барша халықты ортақ мүддеге топтастыра алу қажет. Ұлттық идея төңірегінде қызу пікірталастар жүрді. Көрнекті ғалымдар, жазушылар, қоғам қайраткерлері әртүрлі нұсқалармен өз көзқарастарын білдірді. Мысалы, Әбіш Кекілбаев ең алдымен отаршылдық ой-пікірден арылу, халық санын көбейту, ұлттық мемлекет құру, халық санасын жаңғырту, шетелдегі қандастарды елге оралту мәселесін көтерді. Ал Сейіт Қасқабасов болса, Абай Құнанбайұлының поэзиясынан философиясына сүйеніп, ұлттық идея ұғымын мемлекеттік идея ұғымымен ұштастыру керек деді. Ұлттық идея қандай болу керек, қандай талаптарға сай болу керек? Ең алдымен елді және қоғамды топтастырушы, бүкіл қоғам мен әрбір Қазақстанның игілігі тұрғысынан елдің өркениетті дамуын қамтамасыз ететін, Қазақстанның әлемдік күрделі үдерістерге қатысуына оңтайлы, әлемдік қауымдастықтың толық мүшесі болуды көздейтін болу керек. Ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2001 жылы ұлттық идеяға негіз болатын 5 қағидатты атап көрсетті. Біріншісі полиэтникалық Қазақстан халқының теңдігі. Қазақ халқы ұлт пен мемлекет құраушы этнос екендігін ескеру. Діни төзімділік, заңға бағынатын азаматтарды тәрбиелеу, орта және кіші бизнесті дамыту. Ал 2005 жылы тәуелсіздік және азаматтардың әл-ауқатын арттыру, индустриялық инновациялық даму бағдарламасын бекітті. 2014 жылы Қазақстан 2050 жолдауында мәңгілік ел ұлттық идеясы ұсынылды. Бұл ұлттық идея 7 негізгі құндылықтан тұрады. Бірінші құндылық Қазақстанның тәуелсіздігі мен астанасы. 18 ғасырда патша үкіметінің боданы болдық. Бодандықтың қамытынан құтылуға тырысқан қаншама ұлт-азаттық қозғалысты білеміз. Патша тақтан құлаған тұста өз мемлекеттігімізді құруға, қалпына келтіруге тырысқан алаш ардақтыларының ауыр тағдырын да білеміз. 70 жыл КСРО-ның тоталитарлық жүйесі де қазақ еліне оңайға соққан жоқ. КСРО ыдыраған кезде алаш ардақтылары армандаған тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, егеменді ел болдық. Ендеше басты құндылығымыз тәуелсіздік екенін естен шығармағанымыз абзал. Астана. Қазақстан тарихында 20 ғасырдан бері қарай Орынбор, Қызылорда, Алматы қалалары Астана болды. Ел астанасы саяси орталық қана емес, экономикалық, мәдени, рухани орталық болуы шарт. Ендеше 1997 жылы ел астанасының елдің географиялық орталығына көшуі сол кез ішінде бүгінде маңызды әрі дұрыс шешім болғандығын уақыт көрсетіп жатыр. Жоғарыда бірнеше рет Қазақстанның көп ұлтты, көп конфессиялы ел екенін айттық. Қазақстан сол ұлттардың барлығына ортақ отан. Елімізде өмір сүріп жатқан ұлт өкілдері мен түрлі дін өкілдерінің тату-тәтті, ынтымақта болуы саяси тұрақтылық пен бейбітшіліктің кепілі. Мемлекетіміз зайырлы, діни наным-сенімге бостандық берілген. Мемлекет
діннен бөлінген. Барлық дін өкілдері өзара келісімде, толерантты өмір сүруде. Руханиятымызды көтеруге де барлық мүмкіндіктер жасалған. Индустрияландыру және инновацияларға негізделген экономикалық өсу құндылығында негізгі 7 бағыт айқындалды. Агроөнеркәсіп кешені, құрылыс саласы, мұнай өңдеу, металлургия, химия өнеркәсібі және фармацевтика, энергетика, көлік және телекоммуникация инфрақұрылымын дамыту. Ұзақ мерзімді Қазақстан 2030-2050 стратегияларында да, басқа да бағдарламаларда да осы бағыттар көрініс табады. Жалпыға ортақ еңбек қоғамы құндылығы осы аттас Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 20 қадам атты бағдарламалық мақаласында 20 тапсырма берілгені белгілі. Бүгінде сол жұмыстар жалғасын табуда. Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы құндылығында Қазақстан тек 1991 жылы ғана құрылған мемлекет емес. Тарихы тереңде, сонау сақ, ғұн, түркі дәуірлерінен бастау алады. Қазақ ұлтының байырғы ата-бабасы қоныстанған ата мекеніміз осы бүгінгі Қазақстан. Осы жерде бүгінгі мемлекеттік түп негізіміз тіл, дін, салт дәстүр, шаруашылық жүйесі қалыптасты. Ұлт болу үрдісі де осы жерде жүрді. Отаршыл империя мен тоталитарлық жүйенің солақай саясатының әсерімен Столыпиндік аграрлық реформа, репрессия, соғыс, депортация, тың эпопеясы сияқты желмен қазақ даласына келген халыққа екінші отан болған осы қазақ жері. Ендеше Қазақстанды мекендеген 140-тан астам ұлт өкілі қазақтармен бауырлас, тағдырлас. Сондықтан тарихы да, мәдениеті мен тілі де ортақ болуы заңдылық. Мәңгілік ел ұлттық идеясының ең соңғы 7-ші құндылығы еліміздің қауіпсіздігі, бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Қауіпсіздік деген кезде ең бірінші шекара мен жеріміздің тұтастығын айтуымыз керек. Бұған қоса ұлттық болмысымыз бен мәдени генетикалық кодымызды сақтауда басты құндылық. Қауіпсіздік. Денсаулық, білім, әлеуметтік жағдайда қазақстандықтардың қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Табиғи ресурстарды сақтауда біздің басты құндылығымыздың, басты парызымыздың бірі. Ұлттық идея қоғамның өзекті мәселелерін шешуге бағытталып, ұлтпен бірге өмір сүреді. Мәңгілік ел идеясы кешегі алашордашылардың ұлттық идеясымен сабақтасып жатыр. Сондықтан мәңгілік ел идеясын болашақтың бағдаршамы ретінде ұстануымыз керек. Құрметті оқушылар, алдарыңа бүгінгі өткен тақырып бойынша сәйкестендіру тапсырмасын ұсынып отырмын. Ал орындап жіберейік. Жақсы балалар, яғни сәйкестендіру тапсырмасының дұрыс нұсқасын тексеріп алыңдар. Тағы да осы тақырып бойынша жалған ақиқат тапсырмасын орындап жіберейік. Жақсы балалар, орындап болсақ, тапсырмамызды тексерейік. Міне балалар, біз бүгін мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтадық, өзегін, бастауларын және құндылықтарын түсіндірдік. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.